Olsun bağın berek kılıp, kıyametke deyin urfaklarınızga dağıtıp, ya Allah tabanlarını versin. Жаңағы салауат ұлық анамызға мадақ айттық, одан соң ұлық пайғамбарымызға салауат Құдайдың беріп шапағатын тіледік. Ол кісінің семьясына сүйікті уа істерген сахабасына, яғни тақуалықпен әдеп берілген оларға да Құдайдың беріп шапағатын тілеп өттік. Сосын аятта мейірімді құл сүйгіші Алла не дейді? Ләин шакартум назиданнакум. Құлым, менің бергеніме шүкір етсең, мен сенің неғматыңды арта беремін, арта ите беремін дейді. Егер қадір қымбатын білмей, таптайтын болсаң азабын қатты дейді. Мейірімді құл сүйгіш Алла, ата-бабамыздың қиындық азабын ұрпағын енді қайта ауылдатпағайсың қияметке дейін. Осы қуаныштарды жалғастырып, әрине